Аурулардың алдын алу мақсатында және де оларға қарсы түрде вакцинация жүйесі 2020 жылдың 24 сентябрінде қайтадан өзгеріске ұшырап, бізде арнайы календар жүйесі құрылды, яғни толықтырылды. Ең бірінші сәби дүниеге келген кезде перзентханада 1-4 күндері БЦЖ және гепатит Б-ға алады. Бірінші күні гепатит Б-ға алады, перзентханадан шығатын кезде 3-4 күндері БЦЖ алынады. Жалпы бізде бұл вакцинациялар өлі және де тірі болып екіге бөлінеді. Тірі вакцинациялар бізде организмде үшеу салынады. ККП, бұл қызамық пен және де корға қарсы, қызылшаға қарсы, ОПВ, полиомиелитке қарсы тірі вакцина, ал ИПВ деген түрі бұл өлі болып саналады. Үшінші тірі вакцинация бұл БЦЖ болып саналады. Енді сәби 2 айға толған кезде поликлиникаға келіп, гексаксин 1 және превинар 1 алады. Гекса деген 6 деген мағынаны білдіреді, яғни құрамында 6 вакцина бар. Яғни АБКДС бұл үшеуі біріктірілген К коклюш, Д дифтерия, С столбняк, ХИП деген гемофилді таяқша, Б гепатит және де ИПВ полиомиелитке қарсы өлі вакцина. Превинар 1 немесе пневма деп айтыламыз, бұл пневмонияның алдын алу мақсатында жүргізіледі. Ал 3 айына келген кезде пентаксим алады. Пента деген 5-еу, яғни құрамындағы 3-еу, 4-еу және 5-ші пентаксим деп айтылады. 4 айынан толған кезде гексаксин 2 жаңағы дәл солай қайталайды және превинар 2 салынады. Бала 1 жасқа және де 1 жас 3 ай аралығында ОПВ деген тірі вакцина алады. Яғни, мысалға, осы вакциналарды алмаған қандай бір осы ауруы тұмауратты бір қандай бір вакцинаға қарсы көрсетілген болған кезде, егер бала бірінші рет вакцина алуға, мысалы 1 жасына келіп тұрса, біз сразу 1 жасында салуымызға болмайды, себебі бұл вакцинасы істелінген полиомиелит туындап кетуі мүмкін. Яғни ОПВ тірі вакцина болғандықтан, оған дейінгілерді догоняющий вакцинация бойынша алуы керек. ИПВ-лар бірінші салынады, 3 рет ИПВ алынады, одан кейін ғана ОПВ пациентке салыну керек. Яғни 1 жасына келгенде ОПВ, превинар 3 және де ККП, қызылша мен корға қарсы вакцина салынады. Енді бала 1,5 жас және 18 айына келген кезде АБКДС, ХИП және де ИПВ салынады, яғни пентаксим 2. Енді жаңадан енгізілген бойынша бала 2 жасқа және де 2,5 жасқа келген кезде гепатит А-ға қарсы вакцина алынады. Сосын 6 жасқа келген кезде АБКДС және де ККП салынады. Бұрынғы кезде БЦЖ-ның ревакцинациясы жүретін болған, кейін оны алып тастаған, қазіргіде 2-еуін ғана салады. Сосын жаңадан енгізілген бойынша қыз балаларға 11 жасқа және 11,5 жасқа келген кезде, 11 жас 6 айға келген кезде 2 рет ВПЧ, яғни вирус папиллома человекаға салынады. Яғни қандай да бір рак ауруларын алдын алу мақсатында. Сосын балалар 16 жасқа келген кезде АДСМ салынады және де каждый 10 жыл сайын 26 жасында, 36 жасында, 46 жасында солай әр 10 жыл сайын АДСМ вакцинациясы жүргізіледі. Яғни қандай да бір жаралардың, инфекциялардың алдын алу мақсатында салынатын болады.